Кайырлы күн достар. Дәмі өте керемет болып шығатын қысқа баклажаннан өте дәмді салат жасап көрсететін боламын. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып, все дегенді таңдап қойыңыздар, сол кезде жаңа рецепттерімді жіберіп алмайтын боласыздар. Жақсылап жуылған баялдының, яғни баклажанның басын алып тастап, осылай екіге бөлеміз. Әр бөлігін осылай видеодағыдай кесіп шығамыз. Баклажанның қабығын алып тастап, турасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Жақсылап жуылған тәтті бұрышты осылай тураймыз. Бұл салатқа сәл ащы бұрыштан да қоссаңыздар болады. Мен балалар жейтін болғасын оны қоспадым. Сәбізді осылай ірі күштен өткіземіз. Жақсылап жуылған қызанақты осылай 2 рет кесіп, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Қызанақ батып тұру керек. 5-10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Өте көп уақытқа қалдырмаңыздар, сыртындағы қабығы ашылатындай болу керек. Пиязды осылай 2-ге бөліп, әр бөлігін тағы да 2-ге бөлеміз. Ыдысымызға сұйық майды құйып, қыздырып, қызған майға тураған пиязымызды саламыз. Пиязды қатты қуырмаймыз, сәл жұмсарғанша қуырамыз. Енді 5-10 минутқа қалдырған қызанағымызды осылай алып, қабығын ашып шығамыз. Ыстық суға қойып алғаннан кейін оп-оңай ашылады. Қабығын ашып болғаннан соң, осылай керек емес жерлерін алып тастаймыз. Кубиктеп тураймыз. Енді үкіштен өткізген сәбізімізді қосып, тағы да 3-4 минуттай қуырамыз. Араластыра отыруды ұмытпаңыздар. Сәбізді қуырып болғаннан соң, оған қызанақты қосып, тағы да 5-6 минуттай қуырамыз. Ақжелкен, яғни петрушканы осылай турап шығамыз. Қызанақты 5-6 минуттай қуырғаннан соң, оған тұз, қант қосып, жақсылап араластырамыз. Бағанағы тураған тәтті бұрышымызды қосамыз. Баялды, яғни баклажанды қосып, араластырып, қақпағын жауып қойып, 30-35 минуттай бұқтырамыз. Отты тым қатты қоймаймыз, орташа қылып бұқтырамыз. Жарты сағаттай бұқтырып болғаннан соң, оған петрушка, сақтап туралған сарымсақ және 9% сірке суынан 2 ас қасық қосамыз. Сірке суының сұрағы өтіп кетпегеніне мән беріңіздер. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып қойып, тағы да 5-6 минуттай бұқтырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын, ыстықтай залалсыздандырылған, яғни стерилденген банкамызға құйып шығамыз. Банканы содамен жақсылап жуып, буға 15 минуттай булаңыздар. Қақпағын 2 минуттай қайнатып алыңыздар. Мен осындай бұрап ашылатын қақпақ қолдандым. Закривашкамен жабатын қақпақты да қолдансаңыздар болады. Тағы да қосымша жауып жатқан кезде крышкаларына 70% уксустан 1-2 тамшыдан тамызып жіберсеңіздер болады. Жақсылап қақпағын бекітеміз, төңкеріп, одеял немесе сүлгімен жауып, суығанша қалдырамыз. Әбден суығаннан кейін погребке қоя берсеңіздер болады, немесе қараңғы күн түспейтін салқын жерге қоя бересіздер. Өте дәмді болып шығады, бәріңізге жасауға кеңес беремін. Нанға қосып жесеңіздер де дәмі өте керемет. Видео ұнаған болса достарыңызға поделиться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдырып қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше.